қайырлы күн, Ақмарал ханым. Сізге сауалым. Нартай мәжіліс депутаты Нартай Аралбайұлы жақында ғана ана мен бала өліміне тоқталып, жантүршігерлік статистикалармен бөліскен еді. Айтып жиғанша, әлеуметтік желіде Жамбыл облысы Шу қаласында босануға барған әйел азаматша жан тапсырғандығы енді бейресми ақпараттарда әжетханада құлап деп келеді. Марқұмның туыстары неге кетті деп айтқан, моргқа алып кетті деп айтқан, моргтан іздеп таппаған туысқандары өздері іздеп жүріп, сол аурухананың жертөлесінен тауып алған марқұмның туысқандары. Әлеуметтік желіде жүр аталған ақпарат. Хабарыңыз бар ма аталған жағдай бойынша айтыңызшы? Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден енді анасын, жұбайын жоғалтқан отбасыға көңіл айтамын. Екіншіден жағдайдан хабарымыз бар. Біз денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы медициналық қызметті бақылау комитеті бар. Соның төрағасының орынбасарын шұғыл түрде сол Жамбыл облысына біз іссапарға жібердік. Тиісті комиссия құрылды. Комиссияның жұмысының нәтижесіменен тиісті шаралар қабылданатын болады. Алдын ала болжам бойынша жертөлеге мәйіт сақтауының қандай себебі болуы мүмкін? Енді бұл жерде мен қазір бұл мәселеге жауап бермей ақ қояйын, себебі шындыққа асатын, аспайтынын ертең комиссия барғаннан кейін нақты айтатын болады. Ол мәйітті сақтау өзінің нақты тәртібі бар. Бұл жерде бірнеше уақыт мәйітті таба алмадық, бір жерде жатты, не қылды деген мәселелердің барлығын комиссияның қорытындысыменен қосымша айтатын боламыз.